Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Русскийдің ажалы дроннан, қоянның ажалы қыраннан деген бір мақал бар екен. Неғып бұны айтып жатыр десеңіздер, екі күннен бері әлеуметтік желіні қарап жатқан шығарсыздар. Украиндар вообще Москваға дейін атып жатыр екен ғой, дрондармен. Енді бір дрон кеп бір үйді жарса да, бір зданияны жарса да, бір қойманы жарса да, бір жер жарып жатыр. Алматы қаласының әкімі ауысыпты. Ана кім еді аты? Досаев мырза кетіпті, ол қайқа кетті. Комментарияға кірсең, Темірторға кететін жерде ол кетпейді, Темірторға кетпейді, басқа бір лауазымға отыратын шығар мүмкін. Болды, тойдың деді ма, или кетті не болса да. Ол Алматының оң жағындағы бордюрін ауыстырса, мына Сатыбалды мырза келіпті енді. Бұл былай қарасаң, ел мақтаған жігіт сияқты, Түркістандығы өзіміз жақтық екен. Мен өзім Түркістандық емес, мен сода сәл бері тұрамыз. Дархан Сатыбалды дейді. Ол енді бордюрін сол жағын ауыстырады деп тұрмын енді Алматының. Алматыдағы жұмысы ғой, бір жылы бордюрді алады, қайтып қояды, суды жүргізуді ұмытып кетеді, сөйтіп өтіп жатқан өмір. Әлемде робот ойлап тауып, атомный бомба ойлап тауып, шетелде шет жақта құрттай ел болса да, бүкіл әлемге өзінің саясатын жүргізіп жатқан елдер де бар. Сол елдердің бірі Америка. Американың осының алдындағы президенті қуық-асты ауруымен ауырып 9-шы дәрежелі деді ғой деймін, қателеспесем. Или соңғы дәрежелі ғой вообще. Ісік ауруымен ауырып жатыр екен. Байден енді Трамп айтты, енді жазылып кетті деген сияқты қылып айтыпты. Көңіл айтқан, басу айтқан. Одан кейін демократия мен диктатураның айырмашылығы қазір кімнің? Серікжан Біләш ағамыздың лекциясын тоқтап тұрып, жұмыстың барлығын қойып тыңдадым. Тыңдамағалы біраз болып кеткен еді. Ол жерде айтып жатыр енді. Байден мырза президент болып тұрған кезде қолды болып қоймаған, ақылы, қалай айтсам екен, ақылы алжасқан күйінде ел басқарған. Негізі президенттікке түскен кезде Американың заңы бойынша оны бүкіл денсаулығы тексеріледі екен. Былай ми жақсы жұмыс істей ме, тура жұмыс істей ме, сыртқы денсаулығы қалай деген сияқты, жан дүниесі қалай деген сияқты. Сөйтіп, сол Байден президент болып тұрған кезде қолды кім қойды? Сол да белгісіз болып тұр екен. Байден өзі білмейді екен, бір қойған қолдарын бір компьютермен қойып келген еді осы уақытқа дейін. Оны кім қойған? Камала Харрис қойған ба, или оны әйелі қойған ба, или Американы 8 жыл басқарған Обама қойған ба, белгісіз. Енді кім қуық-асты ауруымен ауырды деп жар салды ғой әлемге, бүкіл әлем талқылап жатыр ғой. Енді соны айтамын да, біздің елде енді қазіргі президентке де, келесі президентке де, келе жатқан президентке де, кетіп қалған президентіне өмірінің барлығын құпия қылып қойды енді ол. Ракпен ауырып жатыр ма, или өліп қалды ма, или тірі ма, ешкім білмейді. Мына Сара Назарбаевта да ана Дәулет Тен деген бір депутат өзінің парақшасына салған екен, қайтыс болды деп. Артынша қайтыс болмады деп. Одан кейін мынау оны бізден неге жасырады енді? Оны неге жасырады? Америкада ауру ма, ауру деп айтыпты, бірақ соңғы осы ауырған кезде ауруын жасырған ғой. Кім басқарып келді? Украинаға 400 миллиард па, 350 миллиард доллар берген екен, миллион доллар ма, миллиард доллар. Соның 200 миллионы ғана барған екен, қалғаны жоқ дейді. Соғанда сот жүреді, енді қызық болады, айқай-шу болайын деп жатыр дейді енді. Не болса да жақсы болсын дейміз енді. Әділдік орнаған жер бізге қарағанда. Ақпараттық қысым жоқ. Тілшілер либо президент болса президент, әкім болса әкімнің езуін тіліп тұрып айтады екен. Біз жақтағы сияқты емес. Жалпы сол енді. Бізде де сондай ашықтық болса, мысалға. Өлсе өлді деп айтсын, не болып тұрсыз ба? Қазір бірінші президент қақ деген ешкім білмейді енді. Халық
Мен білмеймін әңгіменің ашығын. Әйтеуір өмірін не қылып қойды, не ата. Халық білмеу керек қойыпшы әңгіменің ашық. Өліп қалды ма, ол тірі ма, отбасының, ошақ қасының, немересінің, баласының, екінші әйелінің, үшінші әйелінің өмірін барлығын жауып тастады. Тоқаев мырзаның да өмірін жауып тастады деп ойлаймын, құпияландырып. Жалпы сондай әлемдегі жағдай. Украинада басталған соғыс, Зеленский айтқан екен, соғыс қай жерде басталды, сол жерде аяқталады депші. Енді Ресейдің 3 облысында жай соғыс болып жатыр ғой, не болса да. Одан кейін мынау Трамптың орынбасарына сұрақ қойып дейді, сіздер неғып Путинге, Трамп Путинге алданып жатыр, неғып санкция салмайсыздар, неғып қысым көрсетпейсіздер қатты десе, біздің жұмысымыз Қытаймен алысу. Қытай енді барлық жағы дамыған, олар техникасы дамыған, анауысы дамыған, мынауысы дамыған, бір соға шектеу қоямыз, сонымен арпалысамыз. Ресей мен Еуропа өзі айланыса береді деген. Енді олар біліп отыр ғой, енді Ресейдің жағдайы қалай болып тұр. Атомный бомбасы бар дейді, енді ол атомный бомбасы атыла ма, атылмай ма, ол бар ма, жоқ па, белгісіз. Енді не болса да Украина мен Еуроодақ, Еуропа Ресейді ойнатады әңгіменің ашығы, ары бері, Томми Жери деп. Еліміз заман жұртымыз тыныш болсын. Зеленский айтпақшы, соғыс басталған жерінде аяқталсын деп тілейміз. Украиндар өздерінің жерін қайтарып алып, Ресей өзінің жерінде өзі тып-тыныш өмір сүретін жағдайға Құдай қаласа жетейік. Жалпы сол. Сондай. Жақсы.